Ол күні үйге келгенімде жұбайым кешкі асты дайындап жатқан. Қолынан ұстап бір маңызды нәрсе айтуым керек дедім. Қасыма отырды. Айтатындарым оның жүрегін ауыртатынын түсініп тұрдым. Бірақ қанша қиын болса да айтуым керек дедім. Ажырасайық дедім. Ашуланбады да, қарсы сөз де айтпады. Себебін сұрады. Еш нәрсе айта алмағаныма ашуланды. Басқа біреуді жақсы көретінді қалай айтатынымды білмедім. Сол күні басқа еш нәрсе сөйлеспедік. Ол болса түнімен жылап шықты. Бірге өткізген 10 жылдан кейін ажырасу қиын болатыны түсінікті. Оның алдында өзімді кінәлі сезінгенім үшін оған көлік, үй, компаниямның 30% үлесін беретінімді рәсімдейтін келісімшарт дайындап қойдым. Бірақ ол оған бір қарады да жыртып тастады. Бір-бірімізге бейтаныс болдық. Оның маған жұмсаған уақыт пен күш-жігеріне жаным ашыды. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Қазір басқа кісіні жақсы көремін. Бір басқа күні кешкісін үйге кеш келдім. Әйелім үстел басында бір нәрселер жазып отыр екен. Еш нәрсе айтпай бөлмеме барып ұйықтадым. Ертеңіне маған өз шарттарын ұсынды. Менен ешқандай материалдық зат қаламайтынын, тек ажырасатынымызды бір айға дейін ешкімге айтпай жасырын ұстауын сұрады. Осы уақыт ішінде жақсы отбасы құсап өмір сүруімізді сұрады. Бұған себеп жалғыз ұлымыздың бір айдан кейін университетке түсетіндіктен қабылдау емтихандары кезінде отбасы ішіндегі мәселелер оған кедергі болмасын деген ниет екен. Келістім. Екінші шарты да бартын. Үйленген күні есіктен үйге оны қолыма алып кіргенімізді есіне түсіру. Бір ай бойы оны қолыма алып бөлмемізден есікке дейін апаруымды сұрады. Басында есінің ауысқанын ойладым. Бірақ уақыт өткен сайын жылдардың құрметіне келістім. Сол күні сүйіктім Ребеккаға әйелімнің осы шарттар туралы айтып едім, күліп жіберді де әйелімнің бір қияли екендігін айтты. Ақыры әйеліме ажырасатыма сенімді болғандықтан ол да келісті. Бірінші күні ешбір сезім қалмаған әйелімді құшағыма алу қиын болды маған. Көтергенімде артымыздан тұрған ұлымыз бізге қарап қуанышын жасыра алмады. Бір-біріңізге деген сезімдеріңіз қандай күшті деп күлімдеп тұрды. Сөздері ішімді күйдірсе де келіскенімізде әйелімді үйдің есігіне дейін 10 метрде қашықтықты құшағымда апардым. Ол болса көздерін жұмып қойып құлағыма ұлымызға ажырататынымызды айтушы болма деді. Мен де оған қарап жарайды дедім. Оны есікке дейін апарып үйден бірге шықтық. Ол автобус аялдамасына барып жұмысына баратын автобусын күтті. Мен өз жұмысыма кеттім. Екінші күні бұл ойынымызды ойнау оңайырақ болды. Оған көптен бері назар аудармағанмен оның бетіне түскен майда әжімдерді енді байқадым. Шаштарында да ақ шаштар пайда болды. Өткен жылдардың іздерін көру ойландырды. Төртінші күні оны құшағыма алғанымда бір сенімділік сезімі ұялады ішімде. Маған өмірінің 10 жылын сыйлаған әйел. Бесінші күні ішімдегі сезімдер күшейе бастады. Ребеккаға бұл туралы айтпадым. Әйелімді күннен күнге тасу оңай көріне бастады. Бір күні оның не киім киетінін ойлап тұрғанын көрдім. Бұрынғы киімдерінің бәрі үлкен болғанын айтты. Расында да соңғы күндері қатты арықтап кеткенін сонда байқадым. Ажырататынымызды ойлап, соның уайымымен арықтағанын түсіндім. Еріксіз басынан сипадым. Осы кезде келіп қалған ұлымыз, әке, анамды құшағыңда тасуың керек деді. Әкесінің анасын бөлмелерімнен есікке дейін тасуы өміріміздің бір дәстүрі болды. Әйелім ұлымды қасына шақырып құшақтады. Ол күні оны құшағыма алып тасығанымда тура үйленген жылдардағымыздай сезімдер кештім. Сезімдерім еріксіз өзгере бастады. Соңғы күні оны есікке дейін апарғанымда одан барлық қиыншылықтар үшін кешірім сұрадым. Ол күні Ребеккаға барып ажыраспайтынымды айттым. Отбасымыздың әлсіреген сезімдерін жоқтығынан емес, бір-біріміздің қадірімізді ұмыта бастағандығымыздан екенін түсіндім. Үйге қайта жетуге асықтым. Жолдан гүлдер сатып алып араларына сені өмірімнің соңына дейін құшағымда таситын боламын деп жаздым. Үйге бара салып, бөлмемізге қарай жүгірдім. Әйелім төсекте өлі жатыр еді. Ребеккамен жүріп, әйелімнің соңғы айлар бойы обыр ауруымен арпалысқанын білмей де қалдым. Өміріне санаулы күндер қалғанын білген үшін мені ұлымыздың теріс кертартпалықтарын қорғауға тырысты. Ең болмағанда ұлымыздың есінде жақсы бір жұбай болып қалуын қалады.